Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін біз жүрек қан тамырлар жүйесі, үлкен қан айналым шеңберінің артериялары мен веналары тақырыбы бойынша сабағымызды бастаймыз. Дәрісте біз жүрек пен қан тамырларының қалыпты анатомиясын, микроциркуляцияның ерекшеліктерін, үлкен және кіші қан айналым шеңберлерін, жүректің анатомотопографиясын және оның қызметтерін, сондай-ақ аортаның құрылысы мен оның бөлімдерін, жоғарғы және төменгі қуыс веналарды қарастырамыз. Осы негіздерді білу сізге жүрек қан тамырлар жүйесінің жұмысын жақсырақ түсінуге және медицинаның клиникалық аспектілерін оқуға дайындалуға мүмкіндік береді. Сіздерге зейін материалды сәтті меңгеруді тілеймін. Жүрек қан тамырлар жүйесі. Жалпы көрініс. Жүрек қан тамырлар жүйесі бұл ағзаның өмірлік маңызды жүйесі. Ол қанның бүкіл денеге тасымалдануын қамтамасыз етеді. Ол үш негізгі компоненттен тұрады: жүрек, қан тамырлары және қан. Жүрек сорғы сияқты жұмыс істеп, қан тамырлары мен қанды қозғайтын қысым жасайды. Қан тамырлары бұл артериялар, веналар және капиллярлар. Олардың бойымен қан айналып, ағзаның әрбір жасушасына қажетті заттарды жеткізеді. Ал қан оттегі, коректік заттар, гормондар мен алмасу өнімдерін тасымалдаушы болып табылады. Жүрек қан тамырлар жүйесі бірнеше маңызды функцияларды атқарады. Біріншіден, тасымалдау қызметі. Ол тіндерге оттегін жеткізіп, көмірқышқыл газын шығарады. Коректік заттар мен гормондарды ағзаларға апарып, алмасу өнімдерін шығарады. Екіншіден, реттеуші қызметі. Бұл жүйе дене температурасын тұрақты ұстап тұруға, қалыпты артериялық қысымды және су-тұз балансын сақтауға көмектеседі. Және ақырында қорғаныш қызметі. Қан инфекцияларға қарсы күресетін иммундық жасушаларды, сондай-ақ тамырлар зақымданғанда ағзаны қорғайтын үй факторларын тасымалдайды. Осылайша жүрек қан тамырлар жүйесі ағзаның тіршілігін қамтамасыз етіп, зат алмасуды, ішкі үдерістерді реттеуді және сыртқы қауіптерден қорғауды жүзеге асырады. Жүрек анатомиялық топографиялық ерекшеліктері мен функциялары. Жүрек бұл салмағы шамамен 250-350 грамм болатын бұлшық етті мүше. Ол кеуде қуысының ортасында, яғни ортаңғы көкірек аралығында, өкпелердің арасында орналасқан. Ол сәл оңға және алға қарай ығысқан, ал оның төменгі бөлігі ұшы төмен және солға бағытталған. Жүрек 4 қуыстан тұрады. 2 жүрекше және 2 қарынша. Олар кіші және үлкен қан айналым шеңберлері үшін жеке-жеке насос ретінде жұмыс істейді. Оң жақ жүрекші бүкіл денеден жоғарғы және төменгі қуыс веналар арқылы тіндерге оттегін беріп болған венозды қанды қабылдайды. Бұл қан кейін оң жақ қарыншаға түседі. Ол жиырылып, қанды өкпе артерияларына айдайды. Сол жерде қан оттегімен байып көмірқышқыл газын шығарады. Бұл қан айналымының кіші шеңбері деп аталады. Сол жақ жүрекші өкпеден оттегіге қаныққан қанды қабылдап, оны сол жақ қарыншаға өткізеді. Сол жақ қарынша жүректің ең қуатты бөлігі қанды аортаға, яғни ағзаның басты артериясына айдайды. Аортадан қан барлық ағзалар мен тіндерге таралып, оларды оттегімен және коректік заттармен қамтамасыз етеді. Бұл жолды үлкен қан айналым шеңбері деп атайды. Жүрек үш негізгі функцияны орындайды. Біріншісі жиырылу функциясы. Жүректің ырғақты жиырылуының арқасында қан тамырлар арқылы үздіксіз қозғалады. Екіншісі реттеуші функция. Жүрек қалыпты артериялық қысымды және қан ағымының ырғағын ұстап тұрады. Осылайша ағзалар қажетті коректік заттарды алады. Үшіншісі өткізгіштік функциясы. Жүректің өзіне тән электрлік жүйесі бар. Оған синустық түйін мен атриовентрикулярлық түйін кіреді. Бұл жүйе жүрекшелер мен қарыншалардың жиырылуын басқарып, олардың нақты реттілігі мен синхрондылығын қамтамасыз етеді. Осылайша жүрек жай ғана сорғы емес, ол бүкіл жүрек қан тамыр жүйесінің жұмысын реттейтін, ағзалар мен тіндерді тұрақты қанмен қамтамасыз ететін және бүкіл ағзаның өмір сүруін қамтамасыз ететін мүше. Үлкен және кіші қан айналым шеңберлері. Адам ағзасында қан екі қан айналым шеңбері бойынша қозғалады. Кіші және үлкен, олардың әрқайсысы әртүрлі, бірақ бірдей маңызды функцияларды атқарады. Кіші немесе өкпелік. Қан айналым шеңбері қанның оттегімен қанығуы және көмірқышқыл газынан арылуы үшін қажет.
Ағзадан келген қан жүректің оң жақ қарыншасына түседі. Содан кейін өкпе артериясына айдалып, өкпеге бағытталады. Өкпеде қан көмірқышқыл газын шығарып, оттегімен қанығады. Осыдан кейін ол өкпе веналары арқылы сол жақ жүрекшеге қайта оралады. Кіші шеңбердің қызықты ерекшелігі, мұнда артериялар венозды қанды, ал веналар артериялы қанды тасымалдайды. Бұл қан айналымының жалпы ережесіне керісінше. Үлкен немесе жүйелік қан айналым шеңбері барлық ағзалар мен тіндерге оттегі мен қоректік заттарды жеткізуді қамтамасыз етеді. Қан сол жақ қарыншадан аортаға шығарылады. Содан кейін ол барлық ағзалардың артериялар мен капиллярлары арқылы таралады. Капиллярларда зат алмасу жүреді. Тіндер оттегі мен қоректік заттарды алады, ал қан көмірқышқыл газымен алмасу өнімдерін алып кетеді. Одан әрі қан жүрекке веналар арқылы қайтып оралады, және жоғарғы мен төменгі қуыс веналарға жиналып, оң жақ жүрекшеге түседі. Үлкен қан айналым шеңберінде артериялар артериялы қанды, ал веналар венозды қанды тасымалдайды. Бұл әдеттегідей жағдай. Осылайша кіші шеңбер өкпедегі газ алмасуға жауап береді, ал үлкен шеңбер бүкіл ағзаны қоректік заттармен және оттегімен қамтамасыз етеді. Екі тізбекте қанның үздіксіз ағымын қамтамасыз ету және адам өмірін сақтау үшін бірге жұмыс істейді. Қолқа. Қолқаның құрылымы мен бөлімдері жүректің сол жақ қарыншасынан басталатын және дененің барлық мүшелері мен тіндерін артериялық қанмен қамтамасыз ететін жүйелік қан айналымының негізгі тамыры, серпімді және бері. Ол бірнеше бөлімден тұрады. Жоғарғы қолқа сол жақ қарыншадан шығып, бірден жүрек бұлшықетін қоректендіретін тәждік артерияларды береді. Одан кейін қолқа доғасы немесе қолқа иіні келеді. Одан басқа мойынға және жоғарғы аяқ-қолдарға баратын тамырлар тарайды. Оның ішінде миға қан жеткізетін ішкі ұйқы артериялары мен қолдарға баратын бұғана асты артериялары бар. Осыдан кейін қолқа төмен қарай түсетін қолқа ретінде жалғасады. Ол кеуде және қосақ бөлімдеріне бөлінеді. Кеуде бөлімі кеуде қуысының ағзаларына, мысалы, өкпе мен өмешке тармақтар береді. Ал құрсақ бөлімі құрсақ қуысының ағзаларын қанмен қамтамасыз етеді. Және төменгі жағында төменгі аяқ-қолдар мен жамбас ағзаларын қоректендіретін мықын артерияларына бөлінеді. Осылайша қолқа бұл ағзаның басты магистралі. Ол өз бөлімдері мен көптеген тармақтары арқылы барлық тіндер мен ағзаларға оттегі мен қоректік заттардың үздіксіз жеткізілуін қамтамасыз етіп, адамның өмір сүруін қолдайды. Жоғарғы және төменгі қуыс веналар. Жоғарғы және төменгі қуыс веналар бұл жүрекке веналық қанды қайтаратын ірі тамырлар. Жоғарғы қуыс вена қанны бас, мойын, жоғарғы аяқ-қолдар мен кеуде қуысының жоғарғы бөлігінен жинайды. Ал төменгі қуыс вена қанны дененің төменгі бөлігінен, қосақ қуысы ағзаларынан және төменгі аяқ-қолдардан қабылдайды. Бұл екі венада жүректің оң жақ жүрекшесіне құйылып, өкпеде оттегімен қанықтыру үшін қанның қайтарылуын қамтамасыз етеді және бүкіл денеде үздіксіз қан ағымын қамтамасыз етеді. Микроциркуляция. Микроциркуляция бұл қанның дененің ең кішкентай тамырларындағы артериялар мен веналарды байланыстыратын капиллярлардағы қозғалысы. Ол қан мен тіндер арасындағы зат алмасуды қамтамасыз етеді. Оттегі мен қоректік заттарды жеткізіп, көмірқышқыл газымен алмасу өнімдерін алып кетеді, сондай-ақ гормондарды тасымалдайды. Сонымен қатар, микроциркуляция ұсақ тамырлардың тонусын реттеп, қалыпты қысым мен қан ағымын сақтайды және тіндердегі сұйықтықтың гомеостазын қамтамасыз етуге қатысады. Құрылымдық жағынан микроциркуляция үш негізгі элементтен тұрады. Артериолалар бұл артериялардың ұсақ тармақтары, олар қысымды және қанды капиллярларға таратуын реттейді. Капиллярлар ең жіңішке тамырлар, мұнда қан мен тін жасушалары арасында тікелей зат алмасу жүреді. Венулалар капиллярлардан қанды жинап, оны веналарға бағыттайды. Осылайша қанды жүрекке қайтаруды қамтамасыз етеді. Осылайша микроциркуляция жасушаларды қоректендіруде, алмасу өнімдерін шығаруда және ағзаның ішкі тұрақты ортасын сақтауда негізгі рөл атқарады. Үлкен қан айналым шеңберіндегі артериялар мен веналардың мысалдары. Үлкен қан айналым шеңбері бұл қанның жүректен бүкіл денеге таралып, қайтадан жүрекке оралатын жолы.
Басты міндеті ағзалар мен тіндерді оттегі және қоректік заттармен қамтамасыз ету, сондай-ақ алмасу өнімдерін жинау. Үлкен қан айналым шеңберіндегі артериялар бұл жүректен ағзаларға қан алып баратын тамырлар. Үлкен шеңберде бұл аортадан тарайтын артериялар. Негізгі мысалдар. Бірі ұйқы артериялары, яғни extracarotid communis, сол жақ аортадан, ал оң жақ иық бас сабағынан шығады. Олар оттегіге бай қанды бас, ми және бетке жеткізеді. Көрнекі түрде, мойын бойымен екі жақта орналасып, ішкі және сыртқы ұйқы артерияларына бөлінеді. Екі бұған асты артериялары, яғни субклавия, аортадан немесе иық бас сабағынан шығады. Қолдарды, кеуде қабырғасын, иық белдеуін қанмен қамтамасыз етеді. Көрнекі түрде, бұғаны астымен өтіп, қолдарға бағытталады. Үш бүйрек артериялары, яғни реналис, қосақ аортасынан шығып, бүйректерді қанмен қамтамасыз етіп, қанның сүзгіленуіне мүмкіндік береді. Көрнекі түрде, аортадан әр бүйрекке қарай көлденең бағытта өтеді. Төрт мықын артериялары, яғни элия немесе акая коммюнт, аортаның төменгі бөлігінің тармақталуы, жамбас ағзалар мен санды қанмен қамтамасыз етеді. Көрнекі түрде, жамбас аймағына қарай бағытталып, әрі қарай ішкі және сыртқы мықын артерияларына бөлінеді. Қорытынды. Үлкен қан айналым шеңберінің артериялары бұл қанны бас миына, жоғары және төменгі аяқ қолдарға, құрсақ қуысы ағзаларына жеткізетін ірі магистральды тамырлар. Үлкен қан айналым шеңберінің веналары бұл қанды жүрекке алып келетін тамырлар. Олар көмірқышқыл газына және алмасу өнімдеріне бай қанды жинайды. Негізгі мысалдар. Біріншісі еремді веналар, вена юбулярис, бас пен мойынның жинақтаушы венасы. Визуализация, олар мойын бойымен өтеді, иық бас веналарына құяды. Екіншісі иық бас веналары, яғни брахиоцефалиялық веналар, олар еремді және бұғаны асты веналарының қосылуынан түзіледі. Олар бастан және жоғарғы аяқ қолдардан қанды жоғарғы қуыс венаға алып барады. Визуализация дененің жоғарғы бөлігін жүрекпен байланыстырады. Үшіншісі бүйрек веналары, веная ренарис. Олар төменгі қуыс венаға құйылады, бүйректерден қанды алып кетеді. Визуализация бүйректерден төменгі қуыс венаға қарай көлденең бағытта өтеді. Төртіншісі мықын веналары, ветая илиация. Олар төменгі қуыс венаға құйылады, жамбас пен аяқтардан қанда кетеді. Визуализация ішкі және сыртқы мықын артерияларының бойымен өтеді. Қорытынды. Үлкен қан айналым шеңберінің веналары барлық ағзалар мен аяқ қолдардан қанды жинап, оны жоғарғы және төменгі қуыс веналар арқылы жүректің оң жақ жүрекшесіне қайтарады. Клиникалық ерекшеліктер, қызықты деректер. Адамның тамыр соғысын білетте орналасқан сәулелік артериядан оңай өлшеуге болады, ал қан қысымын әдетте иық артериясынан анықтайды. Төменгі аяқ қолдардың веналарында қанды жүрекке қарай жоғары көтеруге көмектесетін қақпақшалар бар. Олар ауырлық күшіне қарсы жұмыс істейді. Жүрек орта есеппен минутына 70 рет соғып, шамамен 5 литр қанды минутына айдайды. Егер ағзадағы барлық тамырларды бір сызыққа созса, олардың ұзындығы шамамен 100 000 километр болар еді. Бұл жердің экваторы бойымен 2,5 есе артық қашықтық. Тамырлардың функционалдық ерекшеліктері. Артериялар серпімділігімен және беріктігімен ерекшеленеді. Олар қанның жоғары қысымына төтеп бере алады және қабырғаларының тарылуы немесе кеңеюі арқылы қан ағынын реттей алады. Веналар серпімділігі төмендеу, бірақ оларда қанды кері ағудан сақтайтын және оны жүрекке қайтаруды қамтамасыз ететін қақпақшалар бар. Жүрек қан тамыр жүйесі қанды үздіксіз қозғалыста ұстап, барлық ағзаларға оттегі мен қоректік заттарды жеткізеді және қанды жүрекке қайтарады. Артериялар, веналар және микроциркуляциялық тамырлар үйлесімді жұмыс істейді, ал жүрек қан ағынын реттейтін және айдайтын насос рөлін атқарады. Ірі тамырлар мен жүректің құрылымы мен қызметін білу, медицина мен болашақ клиникалық тәжірибені меңгерудің негізі. Материалды Республикалық медициналық академия дайындады.